Қайырлы күн балалар, бүгін сендермен 4-ші сынып 59-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы үш таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмі. Бірінші тапсырма, мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік музейі орталық Азиядағы ірі музейлердің бірі. Оның жәдігерлері 19 ғасырдың 30 жылдары Орынбор қаласында Орынбор өлкесінің музейі болып құрылған болатын. 1931 жылы музей Алматы қаласындағы бұрынғы кафедралды собор ғимаратында өз есігін ашты, ал қазіргі ғимараты тек 1985 жылы салынды. Музей қанша жыл кафедралды собор ғимаратында болды? Қазіргі ғимаратына көшкеніне қанша жыл болды деп тұр. Бізге айтып тұр, ең алдымен не табуымыз керек? Кафедралды собор ғимаратында музей қанша жыл кафедралды собор ғимаратында болды деп тұр. Яғни ол 1985 жылы салынды, ал 1931 жылы Алматы қаласындағы ғимаратында өз есігін ашты. Енді біз бұл жерде 1985-тен 1931-ді азайтатын болсақ, 54 жыл. Сонда кафедралды собор ғимаратында 54 жыл болды. Келесі, қазіргі ғимаратына көшкеніне қанша жыл болды деп тұр. Қазіргі ғимараты 2024 болса, ал одан 1985-ті азайтсақ 39. Сонда екіншісіне қазіргі ғимаратқа көшкеніне 39 жыл болды деп айтамыз. Екінші тапсырма есепте. Бұл жерде бірінші 138.276-ны 48-ге бөлсек 3006-ға тең болады. 55.590-ды 545-ге бөлетін болсақ 102-ге тең болады. 185.828-ді 218-ге бөлетін болсақ 3146-ға тең болады. 458.678-ді 229-ға бөлсек 2003-ға тең болады. Келесі 172.216-ны 824-ге бөлсек 209-ға тең. 738.123-ді 23-ге бөлсек 6001-ге тең болады. 382.925-ді 425-ге бөлсек 901-ге тең болады. 305.584-ді 142-ге бөлетін болсақ 2152-ге тең болады. Үшінші тапсырма, тиімді тәсілмен есепте. Бұл жерде бірінші қосу амалы, екінші қосу амалы орындалады. Жақшаның ішінде амалды қосатын болсақ, 46.800-ге тең болады. Оған 498-ді қосатын болсақ, 47.298 шығады. Бірінші жақшаның ішінде қосу амалы, екінші қосу амалы орындалады. Яғни сонда 399.968-ді 32-ні қосатын болсақ, 400.000-ға тең. Оған 4.524-ді қосатын болсақ, 404.524-ге тең болады. Келесі бірінші жақшаның ішіндегі қосу, одан кейін жақшаның сыртындағы қосу амалы орындалады. Жақшаның ішінде қосу амалын орындасақ, 7900-ге тең, оған 2100-ді қосатын болсақ, 10.000-ға тең болады. Келесі жақшаның ішіндегі көбейту, одан кейін екінші тағы көбейту амалы. Сонда 8-ді 25-ге көбейтетін болсақ, 200-ге тең, оны 14-ге көбейсек, 2800-ге тең болады. Келесі жақшаның ішіндегі көбейту амалы бірінші, одан кейін жақшаның сыртында көбейту амалы орындалады. 250-ді 2-ге көбейсек 500, 500-ді 800-ге көбейтетін болсақ 400.000-ға тең болады. Келесі жақшаның ішінде көбейту амалы, яғни 25-ді 4-ге көбейсек 100-ге тең, оны 160-ға көбейтетін болсақ 16.000-ға тең болады. Келесі төртінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Автобус Нұр-Сұлтан қаласынан 10 сағат 40 минутта шығып, Көкшетауға 12 сағат 10 минутта келді. Ол осы жолды қанша уақытта жүріп өтті деп тұр. Бұл жерде бірінші қойылған сұрақ бізге айтып тұр, осы жолды қанша уақытта жүріп өтеді деп тұр. Ең алдымен бізде шықты 10 сағат 40 минут, ал келді 12 сағат 10 минутта деп тұр. Енді бұл жерде 12 сағат 10 минуттан 10 сағат 40 минутта азайтамыз. Енді бұл жерде минуттарын қарайтын болсақ, 10 минут пен 40 минутты азайта алмаймыз. Сондықтан да 1 сағатты 12 сағаттың 1 сағаты минутқа береміз. 1 сағатымыз тең болады 60 минутқа. 60 минут. Сонда 12 сағаттың 1 сағатын минутқа беретін болсақ, 11 сағат 70 минут болады. Ал одан 10 сағат 40 минутқа азайтатын болсақ, 11-ден сағатпен сағатты азайтамыз, яғни 11-ден 10-ны азайтсақ, 10-ды азайтсақ 1 сағат болады, ал 70 минуттан 40 минутты азайтатын болсақ, 30 минут. Сонда жүріп өткен уақыты 1 сағат 30 минут болады. Келесі екінші сұрағына қарайтын болсақ, егер автобус Көкшетауда 2 сағат 15 минут кідіретін болса, онда Нұр-Сұлтан қаласына сағат нешеде қайтып келеді, яғни кідіретін уақыты 2 сағат 15 минут деп тұр. Біз қанша
уақытта қайтып келетін уақытты табуымыз керек. Біз ол үшін 12 сағат 10 минутқа 2 сағат 15 минутты қосамыз. Сонда 14 сағат 20 минут. Тағы қосамыз 14 сағат 20 минутқа қосамыз жүріп өткен. Яғни бұдан алдыңғы есепте 1 сағат жауабымыз 30 минут шықты. Осы екеуін қосамыз, сонда 14 сағатқа 1 сағатты қосатын болсақ 15 сағат болады, ал 20 минутқа 30 минутты қосатын болсақ 50 минут. Яғни жалпы қайтып келді 15 сағат 50 минутта. Келесі 5-ші тапсырма бізге берілген көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектеліп тұр. Бірінші 8 тонна 2 центнерді килограммға айналдыруымыз керек. Енді бұл жерде 1 тоннамыз бізде 1000 килограммға тең, сонда 8 тоннаны 8 килограмм деп жазамыз, ал 2 центнерді 1 центнеріміз 200 килограмм болса, 2 центнеріміз 200 килограмм. Сонда 800 килограммды 200 килограммға қосатын болсақ, 8200 килограмм болады. Келесі 6 километріміз 6000 метрға тең, 90 метрді қосатын болсақ, 6090 метрге тең болады. Келесі 5 сағат 8 минутты біз минутпен жазуымыз керек екен. Енді оны минутпен жазу үшін бір сағатта 60 минут бар, сонда 5-ті 60-ға көбейтеміз, 300 минутқа тең. Оған тағы 8 минутты қосатын болсақ, 308 минутқа тең. Келесі 486 секундты минутқа айналдыруымыз керек. 1 минутта 60 секунд бар. Енді 480 минутта 8 минут бар, ал 6 секундтың өзі жазылады. Келесі 72 сағат, яғни бір тәулігіміз 24 сағат болса, 72 сағатымыз 3 тәулікке тең болады. Келесі 2600 граммды килограммға айналдыруымыз керек. 2000 граммымыз 2 килограммға тең, 600 граммды жазамыз. Одан кейін 8 метр квадрат, 54 дециметрді дециметр квадратқа айналдыруымыз керек. 8 метр квадратымыз, яғни бізде 1 метр квадратымыз 100 дециметр квадратқа тең, ал 8 метр квадратымыз 800 дециметр квадратқа тең. Оған 54 дециметр квадратты қосатын болсақ, 854 дециметр квадратқа тең. Келесі 32 дециметр квадратты сантиметр квадратқа айналдыруымыз керек. 1 дециметр квадратымыз 100 сантиметр квадратқа тең, ал 32 дециметр квадратымыз 32.000 сантиметр квадратқа тең болады. Келесі 6-шы тапсырма өрнектердің мәнін тап деп тұр. Бұл жерде бірінші көбейту амалы, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. Енді 2597-ні 32-ге көбейтетін болсақ, 83104-ге тең. Оны жазып аламыз. Одан кейін 280.448-ді 56-ға бөлсек 5008. Қосу 5008, сонда 83104-ге 5008-ді қосатын болсақ, 88112-ге тең болады. Бірінші бұл жерде бөлу амалы, одан кейін қосу амалы, одан кейін азайту амалы орындалады. 20124-ті 384-ге бөлсек 52-ге тең. 2700-ді 52-ге қосып, одан 509-ды азайтатын болсақ, 2243-ге тең болады. Келесі бірінші жақшаның ішіндегі қосу амалы, одан кейін бөлу амалы, одан кейін қосу амалы орындалады. Жақшаның ішіндегі қосу амалын жазып алдық, яғни ол 12798-ге тең. Оны 203-ге бөлетін болсақ, 6-ге тең болады екен, яғни 750-ге 63-ті қосатын болсақ, 813-ге тең болады. Одан кейін бөлу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. Жақшаның ішіне қосу амалын қоссақ, 37392-ге тең. Оны 456-ға бөлетін болсақ, 82. 3586-ны 82-ге қосатын болсақ, 3650-ге тең болады. Бірінші бөлу амалы, екінші көбейту амалы, үшінші қосу, төртінші қосу амалы орындалады. Яғни 800-ның өзін жазып аламыз. 115-ның 23-ті 23-ге бөлсек 5001-ге тең. 2600-ді 345-ге көбейтсек 897-700-ге тең. Барлығын қосатын болсақ 902-801-ге тең болады. Келесі бірінші бұл жерде бөлу амалы, одан кейін көбейту амалы, үшінші бөлу амалы, төртінші азайту амалы орындалады. 511-785-ді 17-ге бөлсек 30-105, оны 29-ға көбейтсек 873-045-ге тең. Ал 836-250-ді 325-ге бөлетін болсақ, 1338-ге тең. Енді мына екеуін азайтсақ, сонда 871-707-ге тең болады.
Келесі 7-ші тапсырма есепті шығар. Музей ғимаратының жалпы ауданы 25.960 метр квадрат. Оның 14.000 метр квадрат ауданын жәдігерлер алып жатыр. Қалғаны әрқайсысының ауданы 920 метр квадрат болатын бірдей көрме залдары. Музейде неше көрме залы бар? Бұл жерде жалпы аудан бізде 29.000, жалпы аудан 25.960, жәдігердікі 14.000 метр квадрат, ал қалғаны 900 метр квадраттан деп тұр. Неше көрме залы бар, соны табуымыз керек. Ең алдымен бізде қалғаннан тауып аламыз. Жалпы 25.960-тан 14.000 метр квадратты азайтатын болсақ, 11.960 метр квадрат, яғни бұл қалғаны. Енді бізге айтып тұр, қалғаны әрқайсысының ауданы 920, әрқайсысы 920 деп тұр. Сондықтан да оны 11.960-ты 920-ға бөлеміз, сонда 13 шығады. Жауабы музейде 13 көрме залы бар. Келесі 8-ші тапсырма амалдардың орындалу ретін анықтап, оны есепте деп тұр. Бірінші бұл жерде қосу амалы, екінші көбейту амалы, үшінші көбейту амалы, төртінші көбейту амалы, бесінші қосу амалы, алтыншы азайту амалы орындалады екен. Сонда жауабымыз алтыншы мәннің жауабына қарайтын болсақ, 5000-ға тең болады. 5000 деп жазамыз. Ал енді екінші есепке қарайтын болсақ, бұл жерде бірінші азайту амалы, одан кейін екінші көбейту амалы, үшінші бөлу амалы, төртінші көбейту амалы, бесінші қосу амалы болады. Сонда жауабы ең соңғы 5-ші мәнге қараймыз, яғни жауабы 26519-ға тең болады. Келесі 9-ші тапсырма ойлан және жауап бер. А нұсқасына қарайтын болсақ, Арман музейге бара жатыр. Көшенің ені 15 метр, егер оның жылдамдығы 1 метр секунд болып, бағдаршам 25 секунд жанып тұратын болса, ол жолдан өтіп үлгере ме? Енді бұл жерде бізге берілген көшенің ені 15 метр деп тұр, ал жылдамдығы 1 метр секунд, бағдаршам 25 секунд жанады екен. Ол өтіп үлгере ме деп тұр. Біз сонда уақытты табатын болсақ, Т тең С бөлінген ғой, яғни жүрген жолды бөлеміз жылдамдыққа. Жүрген жолымыз 15 метр деп тұр. Жылдамдығымыз 1 метр секунд, сонда 15 секундты өтіп үлгереді екен. Сонда жалпы бізде бағдаршам 25 секунд жанатын болса, 15 секундты өтіп үлгеретін болса, 10 секундты артып қалады. Сонда жауабы бағдаршамнан өтіп үлгереді екен. А нұсқасын қарайтын болсақ, егер Әлияның жылдамдығы Арманның жылдамдығынан 2 есе кем болса, ол жолдан өтіп үлгере ме? Жолды қауіпсіз өту үшін Әлия не істеу керек? Бұл жерде айтылған көшенің ені 15 метр, Арманның жылдамдығы 1 метр секунд, ал Әлиянікі Армандікіне қарағанда 2 есе кем деп тұр. Ал бағдаршамның уақыты 25 секунд, Әлияның уақытын, яғни Әлия неше уақытты өтіп үлгереді, соны табуымыз керек. Енді алдымен Әлияның жылдамдығын табамыз. Әлияның жылдамдығы Арманның жылдамдығынан 2 есе кем деп тұр. Сондықтан да Арманның жылдамдығын бөлеміз 2-ге, сонда Әлияның жылдамдығы шығады. Сонда Әлия 1 бөлінген, яғни 2-ден 1 метр секунд жылдамдықпен жүреді екен. Енді оның уақытын табатын болса, Т тең С көбейту В. Бізде С 15-ге тең, В-мыз 2-ден 1-ге тең, екеуін көбейтетін бөлетін болсақ, сонда 15 көбейту 2 болады, ол 30 секунд. Яғни Әлияның жүрген уақыты 30 секунд болып тұр, ал бағдаршам 25 секунд жанады. Сонда бұл жерде 30 секунд үлкен. Сонда Әлияның түгел бағдаршамнан өту үшін тағы 5 секунд қажет. Сондықтан да Әлия бағдаршамнан өтіп үлгермейді. Келесі 10-шы тапсырма есепте деп тұр. 12492-ні 347-ге бөлетін болсақ, 36-ға тең болады. 51054-ті 127-ге бөлетін болсақ, 402-ге тең болады. 231639-ды 231-ге бөлетін болсақ, 1003-ге тең болады. 7595-ті 217-ге бөлетін болсақ, 35-ге тең болады. Ал келесі көбейту амалы 579-ды 823-ге көбейтетін болсақ, 517.047-ге тең болады. Келесі 506-ны 908-ге көбейтетін болсақ, 456.918-ге тең болады. Келесі 125.456-ны
келесі 125-ті 456-ға көбейтетін болсақ, 57 мыңға тең болады. Одан кейінгісі 67-ні 241-ге көбейтетін болсақ, 146 мың 287-ге тең болды. Сонымен бүгінгі 4-ші сынып 59-шы сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.